Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кеттіңіздер. Керемет печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті сары май, қант, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш, грек жаңғағы, шоколад, тұз. Ең алдымен жұмыртқамызды миксерлеп алғаннан кейін сары майымызды салып миксерлейміз. Одан кейін үстіне қантымызды біртіндеп қосып араластырып отырамыз. Одан кейін ұнымызға қопсытқышымызды және шымшым тұзымызды салып араластырып, қоспаның үстіне біртіндеп миксермен араластырып отырамыз. Әбден иі қанғанша миксерлейміз. Одан кейін шоколадымызды дайындаймыз. Шоколадымызды алып, ұсақтап турап, одан кейін грек жаңғағын ұсақтап турап аламыз. Қоспамызға шоколадымызды, грек жаңғағымызды қосып, әбден араластырып аламыз. Араласып болғаннан кейін видеодағыдай осылай орап 40 минутқа мұздатқышқа салып қойдым. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста пісіріп аламыз. Печеньеміз пісіп, өте керемет дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Комментарияға пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.